11-ші көкек күн жүйесіндегі ең кішкентай әрі ең тез қозғалатын планета Меркурийдің биылғы кешкі аспаннан ең жақсы көрінетін күні. Меркурий әр 4 ай сайын бірнеше апта ғана бақыланады. Қалған уақытта ол аспанда күнге тым жақын орналасады да күн нұрынан байқалмайды. Ал күннен бұрыштық арақашықтығы элонгациясы барынша артқан кездері планета күн батысымен не шықпай тұрып көкжиек үстінен 1 сағаттай ғана көрінеді. Жыл мезгіліне біз тұрған жарты шарға және Меркурийдің фазасына байланысты осы көрінімдердің кейбірі басқаларынан жақсырақ. Солтүстік жарты шарда бұл кешкі элонгация көктемге, ал таңғы элонгация күзге келген кез. Биыл Меркурийді бақылауға ең қолайлы кезең ол әр кеш сайын батыс көкжиек үстінде өрлейтін көкектің 3 мен 11 аралығы. Содан соң оның жарқырауы тез бәсеңдейді, өйткені планета орағы жіңішкере береді.